Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге қатпарлы самсаның тестасын жасауды және де 3 түрлі түю әдісін көрсететін боламын. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен ұнымызға тұзды қосып, ортасын осылай ашып, суды құйып, қасықпен алдымен араластырып, жұмсақ қамыр илеп алуымыз қажет. Қалған суды да құйып, орташа деңгейдегі қамыр болуы қажет. Және де оны 3-ке бөліп, бетін жауып 20 минутқа тындыруға қоямыз. Уақыт өткен соң қамырымызды біреу-біреу алып, оқтаумен жұқалап жайып алуымыз қажет. Қамыр жаюдың оңай тәсілі менің YouTube каналымда видеолардың арасында бар, көрсеңіздер болады. Оңай тәсілін көрсеткенмін. Және жұқалап жайып алған соң арасына майымызды жағып, оны жақсылап щеткамен жұқалап жайып шығуымыз қажет. Ал енді екінші қамырымызды да жұқалап жайып, біріншісінің үстіне төсеп шығамыз. Оған да май құйып, жұқалап, щеткамен жағып аламыз. Үшінші қамырымызды да дәл солай қайталаймыз. Оған да май құйып жағып аламыз. Егер де сіз әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта басқа да самсаның түю тәсілдерін көрсететін боламын. Енді қамырды шетінен алып, осылай ораймыз. Видеодағыдай нығыздап орап шығуымыз қажет. Енді оны жақсылап орап, ауа өткізбейтіндей етіп, холодильникке жарты сағатқа кемінде қойып қоюымыз керек. Және біз ол аралықта ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін ет, пияз, картоп керек, және де құйрық майды қосамыз. Етті ұзыншалап кішкентай бөліктерге бөліп турап аламыз. Өткір пышақпен барынша кішкентай болғаны дұрыс. Барлығын турап аламыз, және де құйрығымызды тураймыз. Құйрықтың ерекше дәм беретінін білесіздер. Сол үшін қосуға кеңес беремін. Оны да кішкентай төртбұрышты бөліктерге бөліп, кесіп турап қосамыз. Картопты да дәл солай, өте ұсақ болып туралғаны жақсы. Барлығын турап, одан кейін пияздарды турап аламыз. Үйде дайындап жатсаңыздар, үй ішіңіздің барлығы сүйсініп, жеп алатын болады. Дәмі енді керемет болып шығады. Жасауға кеңес беремін барлықтарыңызға. Барлығын ұсақтап бір ыдысқа салған соң дәмдеуіштерімізді саламыз. 2 шай қасықпен тұз саламыз. Және 1 шай қасық қара бұрыш салуымыз қажет. Және үйіңізде болса зира қосқан, яғни зіре қосқан жақсы, дәмі ерекше дәмді болады. Қосуға кеңес беремін. Және барлығын араластырып, салмамызды аяқтаймыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді оның бетін жауып бір шетке алып қоямыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, оны кесіп дайындап аламыз.
Қамырды видеодағыдай қолымызбен бір қалыпты көлемге келтіріп алуымыз қажет. Барлық бөлігін осылай ретке келтіріп аламыз. Әрі қарай пышақпен кішкентай ұсақ бөліктерге бөліп, ортасынан осылай қолымызбен видеодағыдай жасап алуымыз қажет. Және барлық ұзын қамырды осылай жасап бір ыдысқа салып аламыз. Енді олардан біреу-біреуден алып, оқтаумен жайып алуымыз керек. Одан кейін сіздерге алдағы уақытта 3 түрлі түю тәсілін көрсетемін. Енді салмамызды салып, алғашқысын көрсетемін. Алғашқысы ол көпшілігіңіз білулеріңіз керек. Оны үшбұрышты етіп, осылай істеп аламыз. Және алғашқы бесеуін мен осылай жасадым. Жақсылап түйеміз. Қамыр жұмсақ, әдемі болса, жақсы жабысады. Одан кейін барлығын істеп болған соң, мен екінші бестікті жасаймын. Оны қамырды жайып, салмасын салып, содан кейін осылай шеттерін, екі бетін айқастырып, жабыстырып шығамын. Содан кейін осылай өрген сияқты қылып істесеңіздер болады. Шеттерін жұқалап, алғашқысында осылай тартып алып істесеңіздер де болады. Қолдарыңыз үйренгенше, одан кейін үйреніп кетесіздер. Енді сіздерге үшінші тәсілін көрсетейін. Осылай шеттерін бір-біріне жабыстырып кете береміз. Ең соңында ортасы дөңгеленіп, ішіндегі салмасы көрініп, ерекше самса болады. Вида әдемі болады бұл самсаның. Жасап көруге кеңес беремін. Жасалу жолы қиын емес. Жасасаңыздар үйреніп кетесіздер. Ең соңғы түрін тағы бір рет көрсетіп кетейін. Ешқандай қиындығы жоқ. Бір-біріне, бірінің артынан бірін жабыстырып кете бересіздер. Енді жұмыртқаның сарыуызын бетіне жағып шығамыз барлығына. Одан кейін күнжіт себеміз. Мен күнжіттің ақ және қара түстісін қолдандым. Әдемі көрініс береді. Ал біздің бірінші партия самсамыз шықты. Түрі қызарып, әдемі болып шықты. Енді екінші партиясын пісіруге жібереміз пешке. Осы самсаны осы рецептпен істеп көріңіздер, үйлеріңіздегілерге ұнайды. Қонақтар келсе, егерде оларда міндетті түрде мақтап, ұнатып жеп алатын болады. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта одан да көп жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Соңына дейін көріп, тамашалағандарыңыз үшін алғыс білдіремін.